сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресің көк байрағым жаса мәңгі қазағымның жігіттері жігіттер биікке өрлеңдер ел үшін жер үшін намысты бермеңдер нардың күші дарып жүрек дүрсіл қағып жетіңдер жеңіске шаршы топты жарып алға қазақ жігіттері сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресің көк байрағым жаса мәңгі қазағымның жігіттері сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресің көк байрағым жаса мәңгі қазағымның жігіттері алға қазақ жігіттері сенім артқан жансың халық үміттері көк аспанда желбіресің көк байрағым жаса мәңгі қазағымның жігіттері Армысыз қазақ елі. Бүгін 7 мамыр біздің елімізде үлкен мереке, отан қорғаушылар күні. Айбынды әскер, ел қорғаны демекші. Бізде бүгін байқап отырсаңыздар, біздің студиямызда бүгін үлкен мереке аталып өтілейін деп жатыр. Оның ішінде біздің арнайы өздерінің киімдерін киіп, формаларымен келіп отқан біздің сарбаздарымыз, біздің батырларымыз келіп отыр екен. Қош келдіңіздер дейміз. Бүгінгі мереке құтты болсын. Ең алғашқы біз бүгін Жанқожаев Оспан Қазаға, Түркістан облысының ардагерлер кеңесі төрағасы, қазіргі таңда отставкадағы полиция полковнигі. Аға, қош келдіңіз дейміз. Бүгінгі мереке құтты болсын. Көңіл күйіңіз қалай? Тыныш заманда тамаша. Бүгін біздің осы студияңызға, сіздердің студияға әр саланың погон таққан жігіттері келген екен. Осы азаматтардың, погон таққан азаматтардың жеке солардың атынан, және олардың ұжымдарының атынан, және біздің мынау облыстық полиция департаментінің ұжымының атынан бүкіл өзіміздің Түркістан облысының тұрғындарын 7 мамыр отан қорғаушылар күні, және әр жағында 9 мамыр жеңіс күнін шын жүректен құттықтаймыз. Әр үйде тыныштық, отбасына бейбіт заман болсын. Мына погон тағып қызмет ету деген кез келгеннің қолынан келмейді. Мына осының барлығын алдық шепте жүрген алтын балаларымызға алғыс айтқымыз келеді. Атақты Чили диктаторы Аугусто Пиночеттің өте тарихи бір сөзі бар. Халық басына іс түскенде Құдайға жалбарынады, солдатты іздейді. Тыныштық орнаған күні халық Құдайын ұмытады, солдат қарғайды деген. Кеше қаңтар оқиғасында осы жігіттердің азаматтығы алғаш рет жүргендігі, барлық ауыртпалықты көтергендігі бәріміз куәміз. Ең бірінші осы погон таққан жігіттерді отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Өйткені бұлар уақытпен санаспайды, күндіз демейді, түн демейді. Бір оқиға болса, соның басында жүреді. Мынау ыстық күнге, суық күнге қарамайды. Сол себепті бұл кісілерге мен өзім осы саладан өткенмін. Қазір зейнеткерміз. Сонда осы балаларымызға айтатынымыз, қазақтың жақсы көңіл көтеретін бір
көңілге қонымды жақсы мақал бар. Әйел үйге кірсе жылу кіреді, еркек үйге кірсе жарық кіреді, бала үйге кірсе бақыт кіреді дейді. Осы балаларымыздың барлығы, осы еліміздің барлығы жарық, жылы, бақытты өмірде өмір сүре берсін, сонда жанұя бізде өте көп болсын. Рахмет. Рахмет дейміз. Ол шапақтап қояйық. Тағы да бүгінгі мереке құтты болсын дейміз аға. Келесі бізде жылдам қимылдайтын арнайы жасағының инспекторы, полиция капитаны Керімбеков Берік мырза. Қош келдіңіз дейміз. Бүгінгі мереке құтты болсын. Саламатсыздар ма? Бүгін сіздеріңіз телеарналарыңызға келгенімізге қуаныштымыз. Және де келіп жеткен 7 мамыр жеңіс отан қорғаушылар күні, және де 9 мамыр жеңіс күні құтты болсын дейміз. Әр саладан келіп жатқан, погон таққан әріптестеріміз, аға-інілеріміз келіп отыр. Бұл кісілерді мейрамымен құттықтаймыз. Еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын дейміз. Бейбітшілік заманда өмір сүрейік дейміз. Келесі бізде Құралбаев Нұрлан мырза, Түркістан облысы жергілікті полиция қызметінің инспекторы. Сізге де қош келдіңіз дейміз. Бүгінгі мереке құтты болсын. Енді осы салаға келгеніміз бақыт қой. Ең біріншіден. Бір жамандық болмапты әлі. Басынан өткен қайғылы оқиға болмаған. Бақытты осы полиция қызметкеріне қызметімді адал атқарып жүрмін. Сол ата-анамның үмітін ақтап жүрмін. Сол бақыт маған. Түсінікті. Оспан Қазаға негізден 89 жылы болған оқиға негізінде енді білетіндер бар, білмейтіндер бар деген сияқты. Өзіңіз енді соның ашығын айтып, анығын айтып, айқындап берсеңіз, әңгімелеп берсеңіз бізге. Мынау біз милиция қатарына 1986 жылы келдік. Содан 89 мен учаскалық полиция инспектор едім. 11 декабрь күні, желтоқсан күні кезекшілікке түскенбіз, жедел топта. Түнгі сағат 2-де Шымкентте Горводоканал деген не бар, кәсіпорын. Соның жанында капиталин гараждардан жігіттер есіктерін бұзып, 3 машина ұрлап атқан. Солардың үстіне түстік. Олар 2 машина сыртқа шығарып қойып, 3-ші машина гараждың ішінен іліп алып, уже машинаны оталдырайын деп жатқан екен. Сол кезде олар есікті ашып қашты. Артынан Оразбақ Алтай деген майор жігіт бар еді, екеуміз қудық. Мен жетіп қалған кезде ана жігіт бір-екі қарады, мен атады-ау дедім да, құдай дедім. Оңға қарай секірдім, сол кезде ол 2 рет атты. 2018 жоқ дейді. Содан 1,5 жыл больницада жаттық. Ол жігіттердің барлығы ұсталды сол жерде. Сөйтіп 94 жылы 4 операциядан кейін 89 жылы оқиға болса, 94 жылы Қазақстанның бірінші орден медальдары шыққан кезде бірінші президентіміз Нұрсұлтан Назарбаевтың қолынан 15 октябрь 94 жылы ерлік үшін нөмір 2 Қазақстан нөмір 2 ерлік үшін медалімен марапатталдық. Аға, енді осындай жасап жүрген ерліктеріңізге қарап, біздің бүгінгі бейбіт күннің батыры деп сіздерді айтамыз ғой. Енді керемет, шынымен де сіздер енді былай әңгімелеп отырсыздар, бірақ естіген көрерменге, естіген жанға негізінен жан түршігерлік жағдай біз үшін. Мына жігіттердің барлығы, мысалы, осы жерде ерлік үшін медальмен марапатталған жігіттерді көріп отырмын. Оның барлығы бір шын айтқанда барып солай істесем, осындай ерлік көрсетсем, бір көзге түссем деген әңгіме емес. Кәдімгі бұл жігіттердің күнделікті істеп жүрген жұмысыға айланып келгенде. Атқарып сол жүрген жұмыстарын адал, міндеттері, шын ниетпен атқарған жігіттерге мыңда бір рахмет. Бірақ енді біз бұндай тірлікті жауымызға тілемейміз. Барлығының денсаулығы жақсы болсын. Уақытылы біз секілді зейнеткерлік шығып, бала шағасының қызығын көрсін. Рахмет, амин, айтқаныңыз келсін. Келесі бізде Құралбаев Нұрлан мырза, сізге қайтадан тоқтала кетейікші, сіздерге де бағана осы сұрақты қойып кеттік. Енді өздеріңіз медаль тағып келіп отырсыздар, алдымызға бәріміз көріп отырмыз, бірақ та әңгімелеп беру жағынан сәл шорқақтап жатсыздар. Мысалға, енді осы алған медальдеріңізді енді ақтап айтып бермейсіз ба, дәлелдеп, осындай жұмыс жасадым дегендей? 2020 жылы Сауран ауданында учаскелік полиция инспекторы болып жұмыс атқардым. Сол уақытта 21 шілдеде түнгі сағат 1-лер шамасында 102-ден сым тетігінен хабарлама келіп түсті. Мен оқиға орнына бардым. Барсам, бір топ бала төбелесіп отқанын көріп, арашалап қалдым жерде, ажыратып.
содан кейін Бір өзіңіз болдыңыз ба? иә, ол кезде учаскелік полиция инспекторы өзім болдым сол жерде, жалғыз өзім. Түнгі 1 сағат, түнгі 1-лер шамасында болған екен, бір өзім бардым сол жерге. Барған кезде где-то бір 40-50 адамның арасында қалып, ажыратып, солардың адам өлімі болмас үшін сол жерде ажыратып қызметімді атқардым сол жерде. Содан кейін департамент басшысы бізді қорғап, сол жерде наградтап, марапаттады бізді. Енді ауыр жарақат алған жоқсыз ғой, амансыз ғой? Ауыр жарақат алғанда сотрясение алдым, сол кезде сотрясение алдым. Үсті басым көгерді, тастар тиді, әртүрлі жағдайлар болды. Аға, енді бір өзіңіз соншасына қарсы тұрыпсыз. Неліктен енді бір өзіңіз бардыңыз сондай оқиға орнына? Жаныңызға енді серігіңізді ол кезде осындай бір ондай болады деп ойламадық қой, өзіміздің күнделікті атқарып жүрген қызметіміз, күнделікті істеп жүрген қызметіміз. Бұл Шорнақ ауылында 2 учаскелік полиция инспекторы болды. Мен жанымдағы әріптесім еңбек демалысында болды. Сол себептен мен барлық аумаққа өзім бекітіліп, обслуживать етіп жүрдім сол жерлерде. Сол. Түсінікті, рахмет. Сізге де алғысымызды білдіреміз, қымбатты көрермен, өздеріңіз байқап отқан боларсыздар. Біздің осындай айбынды әскерлеріміз, сарбаздарымыз, біздің сақшыларымыздың арқасында біздің осындай отанымыздың тыныштығының дәлелі десек болады. Келесі бізде Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздік комитетінің Түркістан облысы бойынша департаментінің қызметкерлері келіп отыр екен. Жасия Бекзат мырза және де Тұрсынбеков Азиз мырза, сіздерге де қош келдіңіздер. Бүгінгі мереке құтты болсын дейміз. Қош көрдік, рахмет. Елеп ескеріп, осында студияға шақырып, мейраммен құттықтап жатқан. Ең алғаш осында отырған әріптестерімді және көрермендер қатарындағы әріптестерімді 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтағым келеді. Жасап отқан еңбектері жемісті, елеулі болсын дейміз. Рұқсат етілген шегінде мен сіздерге түсіндіріп өтсем. Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті оған Қазақстан халқы мен үкіметінің қойған бірнеше міндеттер бар. Оның бастысы ол конституциялық құрылымды қорғау. Екіншісі киберқауіпсіздік, экономикалық және әскери потенциалды қорғау және шекара тұтастығы. Осы басты міндеттер Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитетінің алдына қойылған. Сол міндеттерді біз сыртқы және ішкі жаулардан, күштерден қорғауымыз керек. 2018 облыс қайта құрылғалы бері ауыз толтырылып айтарлықтай нәтижеге қол жеткіздік. Соның бөліп жіктейтін болсақ, ол былтырғы қаңтар оқиғасы, қасіретті қаңтар дейді. Сыртқы деструктивті күштердің ықпалына түсіп кетіп, сыртқы қаржыландыруға арқылы коктейль Молотова, жарылғыш заттар, СВУ дейді, самодельное взрывчатое устройство, соларды әзірлеп, Шымкент қаласының аумағында, яғни әкімдік ғимаратына жағу, от қою, бүлдіру және жаппай тәртіпсіздіктерді ұйымдастыруға үндеу жасаған бір топ азаматтар тобы жедел іздестіру шараларының нәтижесінде анықталып, құрықталған болатын. Ол республикалық масштабтағы нәтижелердің бірі болып табылады. Осы облыс көлемінде өзім тікелей қатысқан басқасында болған оқиғаны осыны... Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Бізде бүгін мереке 7 мамыр Қазақстан Республикасының отан қорғаушылар күні. Келесі қонағымыз бізде азаматтық қорғаныс басқармасының бастығы подполковник Қарабалаев Қанат мырза. Қош келдіңіз дейміз. Құрметті әріптестер, құрметті облыс тұрғындары және қонақтары, барлықтарыңызды бүгінгі отан қорғаушылар күнімен және келатқан жеңіс күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміз тыныш, жұртымыз аман, отбасымызға бақ береке тілейміз барлықтарымызға. Осындай бейбіт Қазақстан күнінде туымыз желбірей берсін, осындай жақсылықта жүздесе берейік. Рахмет аға, енді бүгінгі мерекелік көңіл күйіңіз қалай? Өте керемет, рахмет сізге. Қанат аға, енді сізге де сол сұрақ. Бүгін енді мереке болғандықтан негізінен енді бір қуанышты жағдайларымызбен бөлісіп отырмыз. Әр ұйым өзінің қуанышты жағдайларын айтып жатыр десек те болады. Енді сізге де соны сұрасақ.
сізде де бір есте қаларлық, бір таң Жалпы- қалдырған оқиғалар? Жалпы мен мына неден бастайын. Мемлекетіміздің конституциясынан бастайын. Сол жерде нақты көрсетілген. Мемлекетіміздің басты құндылығы ол адам және оның өмірі. Сондықтан біздің бағыттың бәрі, төтенше жағдай саласының бәрі сол қауіпсіздік саласына бағытталған көбінесе. Азамат қорғау туралы заңмен нақты біздің бағыттарымыз белгіленген. Оның ішінде төтенше жағдайдың алдын алу саласы, оны орын алған кезде оны жою саласы, өрт қауіпсіздік саласы, одан кейін жаңағы азамат қорғаныс іс-шаралары бар. Ол жаңа ерекше кезеңде атқарылатын іс-шаралар. Сонымен қатар жаңағы төтенше жағдай аймағында психологиялық, медициналық көмек көрсету іс-шаралар нақты заңмен бекітілген. Сол бекітілген іс-шараларға сәйкес біз бүгінгі таңда тиісті қызметімізді атқарып келеміз. Ал жалпы бұлай айтатын болсақ, жылдың 4 мезгілінде де біздің жұмыс ешқашан тоқтамайды. Жұмыс жеткілікті. Себебі мысалы қазірдің өзін алатын болсақ, жаз енді күн жылып келе жатыр ғой. Суға шомылу маусымы өте өзекті мәселелердің бірі. Сонымен қатар жазғы дала өрт, орман өрт қауіпсіздігі бар. Мысалы күзге келетін болсақ, жаңағы улы газдан алдын алу, немесе қысқа дайындық шаралары. Тіпті қызметтеріңіз Қысқа де келетін болсақ, мезгілге жол бөлінеді екен жабылады. ғой. Қыстағы нелер жаңағы мұздағы қауіпсіздік деген сияқты бар. Ал көктемге келетін болсақ, су тасқынын алдын алу іс-шаралары. Сондай айналып 4 мезгілде өзі бекітілген негізге сәйкес тиісті іс-шараларды атқарып келеміз. Ал енді бүгінгі таңда біздің департаменттің жаңа айтып өттім нақты бағыттарын. Соның ішінде жаңағы негізгі бір міндеттердің бірі үгіт насихат жұмыстарын жүргізу, алдын алу және халықты оқыту, түсіндіру болып бекітілген. Сол іс-шаралар бойынша нақты жұмыстар жүргізіп келеді. Қазір әріптестерімде өздерінің бағыты бойынша айтып түсіндіріп өтеді. Біздің қатарымызда жаңағы ерлігі үшін алған азаматтарымыз бар. Шын мәнінде жаңағы судан құтқарып, қаншама азаматтарды құтқарып қалған азаматтарымыз бар. Солар қазір өздерінің несін жеткізіп отырады. Ал енді сол жаңа негізгі бағытты айтып өттім ғой. Соның ішінде айтатын болсам, тек 22 жылға тоқталып өтетін болсам, қысқаша. Сол халықпен және басқару органдарымен жалпы 10 мыңға жуық оқу жаттығуларды өткізген екенбіз 22 жылдың өзінде. Қандай керемет. Сол оның бәрі жаңағы төтенше жағдайдың алдын алу бағытында. Орын алған жағдайда қандай іс-әрекет жасау керек екен, қауіп төнген жағдайда не жасау керек екен, сол бойынша 10 мыңға жуық оқу жаттығулар өтіпті. Оның ішінде сейсма жаттығу бар, нысандық жаттығу деген бар, арнайы тактикалық оқу жаттығу дегендер бар, кешенді оқу жаттығу дегендер бар. Соған 50-ге жуық қызметкерлер, халық жалпы соған жұмылдырылған. Әртүрлі бағытта, иә? Тек 22-ні қазір былай мысал ретінде айтып отырсам. Ал сондай қауіп төнген жағдайда тиісті іс-әрекет сауатты жүргізу үшін басқару органдарының өзінде бізде жылда жоспар бекітіліп оқытылады. Олардың бірі бізде Алматы қаласында республикалық әдістемелік орталық бар. Министрліктің сол жерде оқытылады. Ал одан кейін департаменттің базасында да теориялық түрде және практикалық түрде де оқытып, үйретіп, сондай дәрістер жүргіземіз. Ал практикалық түрде де жаңағы айтып өттім ғой, аудандарға шығып, мекемелерге шығып, жаңағы әр заңда өзі бекітілген 90-на бір рет сейсмикалық жаттығу өткізу деген. Сол бойынша меншігіне қарамастан білім беру мекемелері, мектепке дейінгі мекемелер бар, яғни балабақшаларымыз. Солардың бәрінде және де басқа да ұйымдар, кәсіпорындар меншігіне қарамастан 90-на бір рет сейсмикалық қауіпті жаттығулар өткізіп тұру керек. Солармен тиісті өткіземіз, ал өзіміз үлгере алмай, енді шынын айту керек, бәрін қамту мүмкін емес. Бірақ сол кезде жаңағы видеоматериалдар, фотоматериалдар сұрап, әдістемелік көмек көрсете жатамыз өзіміз. Мысалы, дұрыс болмай жатса. Сондай шараларды атқарып келеміз бүгінгі таңда. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде осы тұста Айолым Қожаның орындауындағы күйді бәріміз бірге тыңдасақ.
сұрағымызды қойып кетейік. Төтенше жағдайлардың алдын алу бойынша қандай жұмыстар атқарып келе жатсыздар? Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер. Бүгінгі сәтті пайдалана отырып, мына отан қорғаушылар күнімен мына студия сыртындағы және бүгінгі қонақтарда отан қорғаушылар күнімен және келе жатқан 9 мамыр жеңіс күнімен құттықтаймын. Барлықтарыңызға денсаулық, отбасыларыңызға амандық. Мына істеп жатқан отан үшін, ел үшін істеп жатқан қызметтеріңіздің биік шыңдардан көрініп, елге деген адал қызмет ете берулеріңізді тілеймін. Біздің облыста төтеншелердің алдын алу бойынша азамат қорғау туралы заңы бар бізде. Сол заңның 7-ші бабына сәйкес азамат қорғау туралы заңның әр облыста облыстық төтеншелердің алдын алу және жою жөнінде комиссия құрылады. Сол заңға сәйкес бізде де алдын алу және жою жөнінде комиссия құрылған облыстық. Ол комиссияның төрағасы облыс әкімі болып саналады. Оған бөлек тағы да комиссия мүшелеріне облыстық құзырлы мекемелер және мемлекеттік органдар бекітілген. Бізде бұл жұмыс тұрақты түрде жүргізіледі. Облыс аумағында айта кететін болсақ, 2021 және 25 жылдарға шейін облыс аумағындағы және үкімет деңгейінде су тасқынын алдын алу жол картасы бекітілген. Сол жол картасына сәйкес біздің Түркістан облысында 20 шақты объект енген. Сол объектілердің барлығында жоспарлы түрде алдын алу жұмыстары жүргізіледі. Одан бөлек бізде төтеншелердің алдын алу және жою үшін әр маусымға, әрбір төтенше жағдайға жоспар бекітіліп, жыл сайын алдын алу жұмыстары тұрақты түрде жүргізіліп отырады. Айта кететін болсақ, біздің облыстың өзі бүкіл төтенше жағдайға бейім болып қалып келеді. Бізде қысқы мезгілде қар көшкіні бар, қыш мезгіл біткен соң сел қауіпті кезең басталады. Сел қауіпті кезең басталған соң шомылу маусымы басталады. Шомылу маусымы біткен соң бізде қысқы маусымда жолдардағы қауіпсіздік басталады. Сол себеп бізде тұрақты түрде осындай жұмыстар жүргізіліп отырады. Мезгілге байланысты жұмыстарыңызды өзгертіп отырасыздар, негізі жоспар жүргізіледі. Жоспарлы жұмыстар жүргізіледі. Жұмыстарыңыз негізінен түсінікті, Исағожа аға. Енді сізге де сол сұрақ бағанағы айтып кеткен. Осы өзіңіздер енді бәріңізді батыр деп шақырып отырмыз ғой. Сізде өзіңіздің басыңыздан өткен бір қызықты оқиғаны айтып берсеңіз. Мен өзім 2013 жылы Қазығұрт ауданына 13-ші өрт сөндіру бөліміне қарауыл бастығы болып жұмыс бастағанмын. Соның 2013 жылдың қыркүйек айынан бастап Шымкент қаласындағы Байтұрсынов көшесіндегі номер 1-ші өрт сөндіру бөлімінде жұмыс істегем қарауыл бастығы. Сол жерде істеп жүріп 2015 жылы шілде айында бізде Шымкент қаласы 160-ші квартал деген бар. Ол қазіргі Пақтакор мөлтек ауданына жетпей, Арғынбек көшесінің бойы. Сол жерде бір үйде газ жарылысы орын алған. Сол үйдің ішінде қабырғалар құлап, қабырғаның астында қалған үлкен әйел адамды құтқарып, скорыйға табыстағанбыз. Одан бөлек оның қызы, жылап тұрған қызын үйінен алып шығып, алғашқы жәрдем көрсетіп, оны да больницаға жеткізуге көмектескенбіз. Енді оның айта кететін болсақ, бір жағдайынан ол біреуге қайғылы жағдай болып тұр, үйге газға оранып, өртке оранып, газ жарылып, үйі құлап отыр. Ал екінші жағынан біз қуанатынымыз кішкентай баланы, кішкентай бүлдіршінді біз аман алып қалдық. Соған қуанамыз, біз құтқару операцияларын жүргізіп отқанда. Одан да бөлек бізде өздеріңізге мәлім таудағы қауіпсіздік басталады. 2021 жылы мынау әріптестерім отыр ғой, полиция департаменті отыр, жергілікті әкімдіктер отыр, солармен бірлесе отырып, Назарбаев университетінің бізде Сайрам-Өгем ұлттық табиғи паркінде жоғалып кеткен 7 студент іздестіру жұмыстары жүргізілді. Сол кезде де біз мынау тығырықты байланыс орнатқанбыз полиция департаментімен, орман шаруашылықтарымен, егерлермен. Сол жерде табиғи паркта 7 студенттің 3-еуін аман құтқару іздестіру жұмыстарын жүргізіп аман алып қалдық. 4-еуін мәйітін таптық. Одан да бөлек 2021 жыл бізде сол тауда құтқару 5 операциясы жүрді. Сол 5 операциясында, құтқару операциясында біз 18 адамды құтқардық. Оның ішінде 6-ауы балалар. 2-еуінің мәйітін таптық тауда іздестірудің арқасында. Жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Келесі сұрақ енді бізде Бейсеуов Дархан мырза сізге қойғым келіп отыр. Енді өздеріңіз білесіздер. Қазіргі таңда өздеріңізден кейінгі ұрпақ дейікші, біздің жас түлек деп жатамыз. Кейінгі осы жігіттеріміз осындай құтқарушы боламын деп, осындай оқуын оқу үшін, құтқарушы болу үшін оның оқуына қалай түсу керек?
Саламатсыздар ма, құрметті әріптестер, облыстың тұрғындары. Мынау сіздерді келе жатқан 9 мамыр және мынау бүгінгі отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Тәуелсіздігіміз мәңгі болсын. Бұл Азамат қорғау академиясы бұл Көкшетау қаласында орналасқан. Академияға түсу үшін жас мөлшері 16 жастан. Сонда елімізде тек бір қалада бар, иә, бұл академия? Бір қалада осы Көкшетау қаласында ғана, Қазақстан бойынша. Академияға түсу үшін жас мөлшері 16 жастан жоғары болу керек. Медициналық куәландырудан өту керек және дене шынықтырудан нормативтер тапсырады. Сонымен қатар мынау ұлттық бірыңғай тесттің сертификаты болу керек. Сертификатта 50 балдан жоғары болу керек. Ол жерде енді қай пәнді таңдап қалай дайындалу керек? Физика, математика пәндері таңдайды. Оқуға түскеннен кейін, академияға түскеннен кейін бұл мемлекет тарапынан 4 жыл оқу қамтамасыз етілген. Киіммен, тамақпен, жататын орынмен, сосын шәкіртақысы дейді, стипендиямен. Сосын 4 жыл академияны бітіргеннен кейін лейтенант арнайы атағы беріледі. Сосын бітіргеннен кейін жергілікті тұрғылықты мекенжайына жұмыспен қамтамасыз етеді. Түсінікті, рахмет. Сізге де істеріңізге сәттілік дейміз. Бүгінгі мереке тағы да құтты болсын. Келесі бізде Керімбеков Нұрғали мырза, Кентау қаласы номер 12-ші өрт сөндіру бөлімінің бөлімше командирі. Қош келдіңіз дейміз. Бүгін мереке құтты болсын. Енді өзіңіз туралы, өзіңіздің жасаған ерлігіңіз туралы өзіңіз айта кетсеңіз. Саламатсыз, қош келдік. Рахмет сіздерге шақырып жатқандарыңызға. Келе жатқан отан қорғаушылармен жеңіс күні құтты болсын. Енді айта кетсек, былтыр 2022 жылы осы Кентау қаласы Қантақ ауылында бізде хабарлама келіп түсті бізге. Кішкентай нәресте бала құбырға түсіп кеткен. Сол кешкі шамамен 30 сәуір кешкі сағат 7-8 арасында сол өрт сөндіру автокөлігімен шығып, жеке құраммен 5 адам жеткен кезде баланың анықталғаны жаңа іште қалып кеткен екен. 15 метрлік, жалпы 30 метрлік құбыр, бірақ соның орта белінде 15 метрінде кішкентай нәресте бала ішіне кіріп қалып кеткен, sonra тұрып қалған. Жаңағыдай енді тұншығып жатқан. Енді сол жерде жылдам шешім қабылдап кіру керек болды. Сол неге құбырға. Енді көлденен жатып, аяғыма құтқару арқанын байлап, сол 15 метрлік жерге жетіп, баланы артқа сүйреп алып шыққаннан кейін медицина қызметкерлеріне тапсырдық. Қазіргі жағдайда баланың жағдайы жақсы, көрер жағы бар екен. Рахмет. Енді келесі бізде Асхат Қалдыбекұлы, жедел құтқару жасағының бас құтқарушысы, психолог. Қош келдіңіз дейміз. Бүгінгі мереке құтты болсын сізге де. Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі келіп жеткен отан қорғаушылар күні құтты болсын. Алда келе жатқан 9 май жеңіс күнімен шын жүректен барлықтарыңызды құттықтаймын. Енді мен мынау төтенше жағдайлар саласында құтқарушы жұмыс жасағандықтан өзім басымнан өткен құтқару жұмысын атап өтсем. 2022 жылы Түркістан облысы 112 пультінен ер азаматтың әжетхана ішіне құлап кеткен туралы хабарлама түсті. Сол кезде біз жедел құтқару жасағының қызметкерлері жедел шақырымға шығып, шақырымға барған кезде мүгедек 55 жастағы мүгедек ер азаматтың әжетхана ішіне құлап кеткен туралы бақыладық. Яғни сол жерде жедел шешім қабылдау мақсатында өзіміздің арнайы киімдерімізді және альпинистік құрал жабдықтарымызды пайдалана отырып, 2,5 метрлік тереңдіктен мүгедек азаматты шығардық. Шығарған кезде өзіміздің алғашқы медициналық және психологиялық көмегімізді көрсетіп, жергілікті медицина қызметкерлеріне тапсырдық. Бұл енді біздің бір ғана тек қана кезекшілік ауысымда болып жатқан, шақырымда болып жатқан құтқару жұмыстары. Біз тек қана кезекшілік ауысым кезде өзіміздің құтқару жұмыстары, сүңгуірлік іздестіру жұмыстары және өзіміздің физикалық және психологиялық дайындығымызды үнемі жетілдіріп дайындық үстінде отырамыз. Жаңағыдай төтенше жағдайды болдырмау мақсатында, төтенше жағдайды жою мақсатында өзіміздің кәсіби дайындығымызды жетілдіріп әрқашанда жұмыс жасап жатсыздар, Енді психологиялық жағы деп қалдыңыз. Психологиялық жағынан қандай жұмыстар атқарасыздар? Психологиялық жағынан жаңағы атап өткендей жәбірленушілерге сөйлесу арқылы, психологиялық көмек беру арқылы жағдайының дұрыстығын, ешқандай денсаулығында және шағымдардың болмауына байланысты бағыт-бағдар беріп, если сөйлесу арқылы барлығы қалпында түсіп жатса, біз өзінің туған туысқандарына тапсырып, сол жерде
жөнелтіп жатамыз. Аға, енді тағы бір сұрақ қоя кетсем, айтып жатырсыз, психологиялық жағынан да біз жұмыс жасаймыз деп. Осы құтқару мамандарының ішінде де осы өзі, мысалға сол оқиғаның ішінде араласып, өздерін бір шошынып қалған, бір психологиялық жағынан кері әсер алып жатқандар да ұшырай ма, яғни кездесе ма? Иә, ондай жағдайлар кездеседі. Яғни біз жедел құтқару жасап болғандықтан алғашқы төтенше жағдайдың салдарын жоюға барған кезде өзіміздің құтқарушы қызметкерлердің өзі жаңағы өлген мәйіттермен жұмыс жасап жатады, жаңағы суға батып жатқан адамдарды, жаңағы таудан түсе алмай жатқан ашық сынықтар, жаңағы ес күйін жоғалтып жатқан азаматтарға көрген кезде өздері психологиялық шокқа түсіп жатады. Оның бәрін біз арнайы сабақтар өткізу арқылы төтенше жағдайды біткеннен кейін арнайы психологиялық көмек көрсету арқылы арнайы кабинеттерде психологиялық демалдыру бөлмелерінде жұмыс жасап осы салдардың жою мақсатын жасаймыз. Яғни жеке-жеке олармен жұмыс жасайсыздар, иә? Түсінікті, рахмет аға, сізге де берген ақпаратыңыз үшін. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды әрмен қарай жалғастырамыз. Енді дәл қазір Сағадат Фирдаусидің орындауындағы «Ән сал сарбаз» әнін қабыл алыңыздар. Сайдың серке тасындай қатар тізілген, шеру тартқан көркіңе елің сүйсінген. Ән салшы сарбазым, назданып салған өзің енім. Жалаулаған алаулап жігер көшім сен, ауылың мен бауырың аңсағаныңмен. Ән салшы сарбазым, ұсынған тілек өзіңе назым. Қыздың сертін армандап ердің жүрегі, азаматым боларсың елдің тірегі. Ән салшы аруым, жүректе жанған оттай қаруым. Байқай қайрандарым-ай, ұландарым-ай, шарықтасын айқай ұрандарың-ай. Ер жігітке аманат туған даласы, даласына жарасар сұңқар баласы. Ән салшы сарбазым, күтумен жүрмін өзіңді жаным. Айқай ұран берім-ай, айдай керім-ай, аялаған айқай ардақ келім-ай. Ән салшы аруым, жүректе жанған оттай қаруым. Ән салшы сарбазым, назданып салған өзің енім. Айқай қара көзім-ай, тұнған сезім-ай, жандырады айқай айтқан сөзім-ай. Айқай қайрандарым-ай, ұландарым-ай, шарықтасын айқай ұрандарың-ай. Айқай қайрандарым-ай, ұландарым-ай, шарықтасын айқай ұрандарың-ай. Қымбатты көрермен, біз бағдарламамызды одан әрмен қарай жалғастырамыз. Кішкентай ғана Фирдаустың орындауындағы әнді тыңдап, бәріміз бір сергіп алдық деген ойдамын. Келесі кезекте бізде Түркістан облысының қорғаныс істері жөніндегі департаментінен келіп отырған қонақтарымыз бар екен. Күлдербаев Жандос Тынымбекұлы, Түркістан облысының қорғаныс істері жөніндегі департаменті бастығының орынбасары және подполковник. Қош келдіңіздер дейміз. Негізінен отан қорғаушылар деген кезде бәріміздің ойымызға бірінші келетін ол әрине әскерилер. Бірақ дегенмен де бүгінгі біздің бағдарламамыздың ерекшелігі сонда біз бүкіл осы погон таққан біздің батырларымыз, азаматтарымызды шақырып отырмыз. Армысыздар, 7 мамыр Қазақстан Республикасы тарихында
Қазақстан Республикасы қарулы күштері құрылған күн болып саналады. Себебі 7 мамыр 1992 жылы Қазақстан Республикасының сол кездегі президенті елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев жарлыққа қол қойған күн болып саналады. Сол күннен бастап мінекей 31 жыл бойы Қазақстан Республикасы қарулы күштер күні және отан қорғаушылар күні мерекесі аталып өтіп келе жатыр. Яғни 7 мамыр күні отан қорғаушылар күні осы 9 мамыр білесіздер, 2-ші дүниежүзілік соғыстың аяқталған күні, ұлы отан соғысының аяқталған күні 9 мамыр ұлы жеңіс күні болып табылады. Яғни 7 мамыр мен 9 мамырдың арасына күн салып тұспа-тұс келуінің өзінде үлкен мән мағына жатыр деп есептеймін. Себебі біз 21 ғасырдағы 20 ғасырдың зұлмат соғысының бірі бұл 2-ші дүниежүзілік соғыс болып саналады ғой. Сондықтан ұлы отан соғысындағы біздің ардагерлерімізді бабалар рухына тағзым ретінде және аға буын ардагерлерімізді ардақтап, қазіргі бейбіт елдің батырлары, бейбіт елдің жігіттері осы ұлы отан соғысын құрметтеу, дәріптеу мақсатында 7 мамыр отан қорғаушылар күніне сәйкестендіріліп отыр деп есептейміз. Сондықтан мінекей бүгін өз елін мақтан тұтатын азаматтардың барлығы бүгінгі эфирге жиналып отыр. Даңқты қолбасшы Бауыржан Момышұлы айтады ғой, өз елін мақтан тұтпаған ер ол сатқындықпен тең дейді. Сондықтан біздің елдің азаматтары, біздің отан қорғаушылар дәл қазіргі уақытта өзіндік абыройға ие, айбынды армиямыз бар, ұтқыр әрі ықшам деп айта аламыз. Сондықтан бүгінгі отан қорғаушылар күні мерекесімен барлық ер азаматтарды шын көңілмен құттықтаймыз. Еліміз аман болсын, тәуелсіздігіміздің туы мәңгілік желбірей берсін. Рахмет Жандос аға, енді сізге алғашқы сұрағымызды да қоя кетейік. Жалпы осы көктемгі әскерге шақыру науқаны қалай жүріп жатыр? Сол туралы ақпарат бере кетсеңіз. Жалпы Қазақстан Республикасы қарулы күштерінде мынау Қазақстан Республикасының президенті қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы болып саналады. Сол президенттің жарлығы негізінде Қазақстан Республикасында көктемгі және күзгі әскерге шақыру науқаны жүргізілетін болады. Яғни көктемгі әскерге шақыру науқаны наурыз айынан басталып маусым айының аяғына дейін аяқталатын болса, күзгі әскерге шақыру науқаны қыркүйек айының басынан басталып желтоқсан айының аяғына дейін жүргізілетін болады. Жалпы көктемгі әскерге шақыру науқаны кезінде Қазақстан Республикасы ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметіне және де Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери құрылымдарына және Қазақстан Республикасы ішкі әскер құрылымына және күзет қызметі дейміз мемлекеттік және төтенше жағдайлар комитетіне арнайы сарбаздар жіберілетін болады. Жалпы биылғы 2023 жылғы әскерге шақыру науқаны дәл қазіргі уақытта қызу жүргізіліп жатыр. Қазақстан Республикасы бойынша 35 мыңнан аса әскери қызметке жас өрендерді тартатын болсақ, біздің Түркістан өңірі соның биылғы жылға межесі 8 мыңнан аса, биылғы көктемде біз 4 мыңнан аса жас өренді әскерге аттандырамыз деген ойдамыз. Сондықтан әскерге дәл қазір уақытта таңдау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Олардың моральдық психологиялық жай-күйі, дене бітімі және барлық қызметтік іс-шараларының барлығы атқарылып, дәл қазір уақытта Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің әскери бөлімдеріне аттандырылып жатыр. Ал енді қазіргі таңда осы жастардың, жас жігіттердің дейікші әскерге бару құлшынысы қандай? Мысалға, кезінде, кеңес үкіметі кезінде 100% әскерге бару керек дегеніміз, әрі әскерге барған жігіттердің енді абырой басқаша болатын. Дегенмен де қазіргі таңда қандай? Қазіргі жас жігіттерде? Енді жалпы тәуелсіздік тұстарында шамалы мынау нарықтық экономикаға өткеннен кейін шамалы саябырсығаны бар. Ал дәл қазіргі уақытта 2005 жылғы азаматтар 18-ге толып, солардан жоғары қарай 18 жас пен 27 жасқа толған аралықтағы азаматтарды әскерге алып бару іс-шаралары әскери заңдармен заңдастырылған. Сондықтан дәл қазіргі уақытта жастарымыздың арасында әскерге бару, әскери оқу орнын оқу және сол әскермен әрі қарай білім мамандықтарын таңдау бойынша әскерге бару құлшынысы
біршама артты десек қателеспейміз. Әрине қоғам болғаннан кейін, орта болғаннан кейін әртүрлі пікірлер бар, бірақ дәл қазіргі уақытта әскер өмір мектебі, әскер баланы тәрбиелеу құралы есебінде, немесе әскер отанға деген сүйіспеншілігін арттыратын, ата-ананы немесе бауырды қадіріне жеткізетін дәл қазіргі уақытта әскер болып табылады. Сондықтан осы эфирді пайдалана отырып, әрбір ата-ананың көкейінде жүрген бір сұрақ: әскерде ешқандай әлімжеттік жоқ. Әскер қайта сол өмір баспалдағында жігіттікке тәрбиелейтін нағыз өмір мектебі десем қателеспеймін. Сондықтан әскерге бару міндетті. Қазақстан Республикасының Конституциясында жазылған. Әрбір азамат біздің елімізді қорғауға, сол отанды қорғауға міндеттенеміз. Сондықтан айтады ғой, әдемі сөз бар: міндет, абырой, ерлік дейді. Міндетін жақсы білген азамат абыройға жетеді. Сол міндетін жүзеге асырып, абыройын асқақтатқан адам ол ерлікке жетеді дейді. Сондықтан міндет, абырой, ерлік осы үш қанатты сөз жігіттің басында болуы тиіс деп есептеймін. Ал енді өсіп келе жатқан жас ұрпақты әскерге шақыру үшін негізінен де әскерге барып келгеннен кейінгі оларға берілетін мүмкіндіктер қызықтырмай қоймайды. Енді өзіңіз айта кетіңізші, осы әскерге барып келгеннен кейінгі осы жас жігіттерге қоғам жағынан, мемлекет жағынан қандай да бір жеңілдіктер, оқуға түсетін кезде болсын, әлде жұмысқа тұратын кезде, болмаса мемлекеттік қызметке тұратын кезде қандай да бір жеңілдіктер қарастырылған ма? Әрине, әскерге барған адамның өмірлік жолы үлкен деңгейде ашылады деп есептеймін. Себебі әскери билеті бар азамат дәл қазіргі уақытта қоғамда әрбір мекемелерде жоқтың қасы десек те болады. Әскери билетін алып, әскерге барып келген азаматты барлық мекеме қолдайды деп есептейміз. Сонымен қатар былтырдан бері үлкен меморандумға қол қою арқылы Қорғаныс министрлігімен... Қандай меморандум? Айтамын қазір. Қорғаныс министрлігімен мынау 40-қа жуық жоғарғы оқу орын ректорлары меморандумға қол қойды. Яғни бұл меморандумда әрбір 18-ге толған әскери қызметші, яғни әскерге барып келген әскери қызметші оқуға түсуге ұбт-сыз мүмкіндік алады. Яғни ұлттық бірыңғай тестілеусіз ақылы негізде оқуға түсуге мүмкіндік алады. Сонымен қатар мынау сол 40-қа жуық оқу орында 3000-ға жуық мемлекеттік грант иегерлерін бөледі. Яғни мысалы қараңыз, 30 мыңнан аса азаматтар бізге әскерде аттанған болатын болса, соның 3000-ы мемлекеттік деңгейде грант негізінде оқуға түседі. Бұндай мүмкіндікті бұрын соңды болмаған, былтырдан бері осындай іс-шаралар қалыптастырылып келе жатыр. Ал сонымен қатар, егер мерзімді әскери қызметін үздік бітіріп, әрі қарай әскери оқу орнын оқимын десе, ол жерде де емтихансыз, яғни сынақсыз командирдің жаңағы мінездемесі арқылы әскери оқу орындарына оқуға түсуге мүмкіндік бар. Ол мысалы Алматы қаласында орналасқан Құрылғы әскерлері әскери институты және радиоэлектроника байланыс институты және басқа да әскери мекемелер оқуға шақырады. Негізінде грант бөліп жатыр деп жатсыз ғой, оны қай категория, қандай категория бойынша бересіздер? Енді бүкіл әскерге барып келген жігіттерге... Мысалы, Түркістан қаласынан, мысалы қараңыз, Түркістан қаласынан әскерге аттанған мерзімді әскери қызметші дейміз, яғни бір жылға аттанған әскери қызметші, ендігі жылы осы мамыр айында кеткен жағдай болыпса, ендігі жылы мамырда келеді. Мамырда келіп, ұлттық бірыңғай тестілеу тапсыратын уақытта оның қолында әскери билеті болады. Және сол әскери бөлімнен келген уақытта оның қолында міндетті түрде мінездеме болады. Сол мінездеме арқылы және төлқұжаты, жаңа әскери билеті арқылы қабылдау бөліміне келеді. Сол қабылдау бөлімінде арнайы комиссия арқылы ақылы түрде оқуға түсуге мүмкіндік алады. Ал егер үздіктердің үздігі дейміз ғой жаңағы, үздіктердің үздігі грант негізінде оқуға түсу керек болатын болса, Қорғаныс министрлігі мен Білім министрлігінің арасында комиссия бар. Сол комиссиядан өткен азамат 3000 грант иегерінің арасында үміткер болып саналады. Түсінікті, берген ақпараттарыңыз үшін алғысымызды білдіреміз. Ал құрметті ағайын, отан деген отбасынан басталады дейді. Мына осы жерде отырған жігіттерді, осы эфирде бүгін қатысқан жігіттерді, отбасыларыңыз амандық,
үйлеріңізде бейбітшілік болсын, бақ береке, қуаныш шаттық, мәртебелеріңіз биік, тұғырларыңыз берік болсын. Мынау 7 мамыр отан қорғаушылар күні және 9 мамыр жеңіс күнімен кеше ғана өткен біздің халықтың ынтымақ күнімен бүкіл елімізді, облысымыз халқын құттықтаймыз. Бақ қайда барасың дейді, ынтымаққа барамын дейді, сол ынтымақты ел болайық. Мынау берекелі, ынтымақты бақытты ел болайық. Рахмет. Рахмет, сіздерге де келгендеріңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Ең бастысы дендеріңіз сау болсын, әрқашанда біздің отанымызға қызмет жасаудан шаршамаңыздар, жұмыстарыңызға сәттілік тілейміз. Қымбатты көрермен, осымен біздің мерекелік бағдарламамызды өз мәресіне жетіп қалған екен. Ең бастысы еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Бағдарламамыздың соңын әскери қызметкер Денислам Төлехановтың орындауындағы офицер әнімен аяқтаймыз. Болашаққа деген жарқын тілекпен халқымыздың бейбіт күнін күзеткен, бар өмірін арнап туған отанға офицерлер сүйеді ыстық жүрекпен. Әлемдегі бірі болып ғажаптың көк байрағы желбірейді, қазақтың әскер шебі айбынымен сап түзеп болсын мәңгі бейбіт заман, азат күн. Офицері қаһарман жігер оты жанғанда, офицері жау жүрек намысты тарландар, офицері қырағы қыран құстай самғаңдар, офицер алға бас, офицер. Офицер қаһарман жігер оты жанғанда, офицер жау жүрек намысты тарландар, офицер қырағы қыран құстай самғаңдар, офицер алға бас, офицер. Асыл ерлер ел сенімін ақтаған, бабалардың өр рухын сақтаған, батырлардың ерлік ісін жалғайтын, кейінгі жас ұландарды баптаған. Офицер қаһарман жігер оты жанғанда, офицер жау жүрек намысты тарландар, офицер қырағы қыран құстай самғаңдар, офицер алға бас, офицер. Офицер қаһарман жігер оты жанғанда, офицер жау жүрек намысты тарландар, офицер қырағы қыран құстай самғаңдар, офицер алға бас, офицер.